Торыбай түрмеден қайтты. Үйіне әлі жеткен жоқ. 4 жыл темір торда отырды. Мынау 120 шақырым жолдың қайтарда Сібірден қайтқандай алыстап кеткенін қарашы. Дүрс-дүрс соққан пойыз доңғалағы жүрегінің дүрсілі сияқты. 10 қолын жаймен көкірегіне апарды. Бұл жүрек тұсы. Екі дүрсіл қосылып, тұла бойын бір рахат сезім бунап өтті. Үйде 2 қатыны мен 1 баласы қалды. Олар келе жатқанын білмейді. Тал түсте үстерінен түсейін. Үстіне киген қап-қара тұтқын костюмінің қалтасына қылмыс бабы жазулы. Бұныкі қоғам мүлкіне қол салғаны үшін деген 176 бап. Көрсін, білсін. Біріншіге барып сан үйреніп жүрген Тұрлыбек санап көрсін. Қаздай тізілген 3 санды. Миығы тартты. Ол да жігіт боп қалған шығар. Қаланы қайдам, біздің ауыл мен ауданда қоғам мүлкіне қол сұқпайтын адам жоқ. Социализм қаншалықты кемелденсе де, адам ақыл ойы шарықтап өссе де, қиыннан қиыстырып кеп, дайын асқа тік қасық болатындар көбейіп барады. Болмай жатса, иіп әкеп болдырады. Бас есепші Торыбай да орынбасарының тұрақсыздығынан тұтқынға түсті. Жыл қорытындысындағы есеп беруде екеуі де тұтылды. Бұл тұтқындалып түрмеге айдалды. Өйткені орақ пен балта бейнеленген дөңгелек мөр басылған құжаттың бәрінде бадырайып қолы тұр. Анау болса жұмыстан кетіп, еріксіз 1 жыл алды. Табанының бүрі жоқ, су жықпас еді. Бірігіп асап, тағы біреудің обалына қалып жүрген шығар. Не болса о болсын, ол да адамзат қой. Ол бәрін жиып қойып, 1 тамшы сідігі Тұрлыбекті көргенше асықты. Вокзалдан айдары қып-қызыл көкөрек деп шақырып тұрған Қораз кәмпит сатып алды. 2 қатынына түк те жоқ. Тоқалдың қолына шай орамал ұстатсаң көпсінбейді, бәйбіше дәметпейді. Не шықса да тоқалдан шығады. Мен курорттан келе жатқан жоқпын. Кімсің? Торыбай боп Қырымға талай бардым. Сонда әкелдім әтірді неше түрін. Бәйбіше көнтерлі, тоқал қолтығым терлей береді деп, үй-су сеппесе жүре алмайды. Бір үйдің бұнттары. Сауатты Торыбайдың езуіне күлкі үйірілді. Зырғып келген пойыз доңғалағы көне бекеттің қан тамырындай тартылған қара рельсіне табан тигізіп тоқтады. Асыққан бетте темір текшіктен ырғып түсіп, тізіліп тұрған таксидің шопырына, Қалмахан көшесіне деді, тура қарап. Анау қара киімдінің суық бейнесінен сескеніп қалды да, айтсаңыз болды деп есікті тарс жапты. Топ-томпақ москвич зуылдап ала жөнелді. Әпсетте қыстақ шетіндегі күмбезі шипірмен көмкерілген, қақпасы көкпен сырланған, сыртында ешкімде жоқ, пошта жәшігіне дейін ілінген өз үйінің дарбазасын қақты. 4 бұрыш пошта жәшігіне көзін сатып қарай берді. 4 жыл отырғанда қарлығаш қанатындай хаттарым осы жәшікке түсіп, осы жәшіктің құшағында жатты ғой, деп бір сырлы сезім өн бойын сыбызғы әуеніндей сипап өтті. Дарбаза есігін даңғыр еткізіп, бір қолапайсыздау қол ашты. Құдай біледі осы бәтестің қолы дей бергенде, қарсы алдында қиылған қасын қағып, тоқалы таң қалып тұрды. «О, төке, қайдан жүрсіз?» деді де, сауалының қолайсыздығын сезініп, «Кеп қалдыңыз ба?» деп сөзін өзгертті. «Келмей қайда кетеміз? Тұрлыбек қайда?» «Сабақта. Бар алып кел. Қазір жеңешеме айтайын». Бәтес күндесін жеңеше дейді. Торыбай тоқалын емес, 16 жасынан бірге түтін түтеткен бәйбішесі мен тұла бойынан шым етіп түскен бір тамшы сідігін сағынып кеп тұр. «Сен өзің алып кел», деп алара бір қарағанда қап-қара киінген адамның сұсынан сескеніп, сол күйі ытқып көшеге шығып, жаяу аяңға салды.
Тұранды көрмесем неге асықтым бұл үйге, сол үшін ғой бір шаңырақта екі түтін түтетіп отырғаным. Торыбай енді бәйбішесін көргенше жүрегі аузына тығылды. Әлгінде 120 шақырым жол үстінде де бұлай өрікпімеп еді. Сол сәт зәулім үйдің есігі шалқасынан ашылып, сом денелі қара әйел анырып тұрып қалды. Өмірі саулы төсек, серіппелі сезім үстінде де әйел затына еркін бермеген еркек бала күннен бергі серігінің иығына басын қойып, маңдайынан иіскеп өзіне тартты. Ол селт тұрып көзін жұмды. Жуынып шайынып киіміңді ауыстыр, біреу естіп сәлем беруге келіп қалар. Бәтес Тұранға кетті ме? Бұл үндемеді. Қап-қара киімді лақтырып тастап, бәйбішесі құман шүмегімен ытқыта құйған салқын сумен рахаттана жуынып, тап-таза гүлді сүлгімен сүртінді. Оймыш гүлі бар майдай жұмсақ сүлгіні ұстап тұрып, түрменің хлор аңқыған бұжыр-бұжыр 4 қарыс шүберегінің иісі мұрнына келді. Сүртініп жатқанда Күлпәш өзінен көзін алмады. Сол күйі, сол шалттығы, сол қимылы бәріне үлгеріп тұр. Сексеуіл шоғын салған самауыр ысылдап қайнап, демде дастархан басына қонжыды. Торыбай кесені ерніне тигізді. 4 жылдан бері самауырын шайын ұрттамаған ерін сіркіреген жаңбырдай жыбыр ете қалды. Артық сөзге жоқ қайыстай қатты еркек ернінің жыбырлағанына таң қалды. Әлде 4 жыл қалайы күрештікенің жылымшы шайын ішкен ерін бір жұмсақты тілеп тұрма. Бәйбішесіне көз астымен қарады. Баяғы 5 биенің сабасындай көнтерлі қалпы, кең пішілген әйел заты осындай-ақ болар деп көңілін демдеді. Ел жұртқа кім о дүниелік болды, кім келіп түсіріп, келін түсірді, той жасады деп томпақ шәйнектің түртігін шүмегінен сыздықтап шай құйып отырып, бәрін рет-ретімен айтып шықты. Кейбіреулеріне кіріп шығарсың деді. Ол қытымырлығына салып басын шайқады. Түрмеден келген адамға келіп сәлем береді. Ей, торы, ол бізге 4 ададан қосылады. Өмір бар жерде өлім бар ғой. Қосағы үнсіз қалды. Ол мақұл дегені. Күн бата 2 қатыны бар үйдің түндігі репетсіз желпілдеп, ауа райы аяқ астынан бұзылады. Дауыл тоқал жақтан соғады. Басқаны қайдам. Торыбайдың бәйбішесі ауа райын алыстан болжайтын жауырын шырының нақ өзі. Ол қыстың қамын жаз ойлап, қымтына білетін көреген. Бір Торыбай үшін бәріне көнді. Қыздай қосылған қосағының қойнына тоқал сап беріп, сен тәуір жігітсің, артыңда ат байларың қалсын. Менен үміт жоқ. 40-шы жылдардағы белуардан кешкен мұздай су біздің жатырымызға қақ боп қатып қалған. Ол енді жібімейді. Сөзімді тыңда деп шын сөзін айтқан. Бұл көнді. Ағайын жинап, үлкендердің мәлімесін тыңдап, батасын алған жоқ. 17 жасымда соғысқа барып аман келдім. Сонда колхоз бастық ағайындығын көрсетіп, масақ теретін бала керек деп басқалармен бірдей мені де алып қалмай ма? Тізімнің ең басына қойыпты. Ұрдым ондай ағайынды деп өз айтқанын істеп, бір күнде байдан қайтқан Бәтесті үйіне кіргізіп алды. Бұл оның қиылған қасына емес, жатырына қызықты. Тұрлыбекті туған сон тоқал қайнаған қазанның буы мен кернейден шыққан көгала түтінге дейін мәтібі болам деп қиғылық салды. Шан-шұн көбейген тұста бәйбіше, мен Тұранды бауырыма басы бөлік шығайын деп еді, ешқайда кетпейсің. Көзіңді бақырайтып қойып, сені кісі есігіне телмірте алмаймын, деді тістеніп тұрып. Әйтеуір Тұранның сабағына кесірі тимесе болды да, шан-шұнды көрмей өскен баланың миы таза жетіледі дегенім ғой, деді сөзінен жаңылмай. Бірде қою түнде өзі еркектік
борышын өтеп, тоқалы пейішке барып кеп балбырап жатқанда нық сөйлейтін әдетімен қадап айтты: сен екі тесігіңді бірдей қысып жүр. Менің қыздай қосылған қосағыма тиісуші болма. Ол сен сияқты әркім бір суын ішкен дұрыс құдық емес. Ол құдықты сайманымды сайлап, қайламды ауыртып өзім қазғанмын. Есіңе өткелі елес беріп, екіншіден де кетіп, үшіншіден барқадар табам деп келген тоқал тырп ете алмай тыншыды. Бірақ кейде мен саған одан гөрі жақынмын дегендей шәй кесеге бәйбішенің саусағы тиіп кете ме дызылдап иіліп созылып жатады. Кесе шіркін де оттай ыстық. Ұрттамас бұрын ұсынған саусаққа көз қиығыңды салмай тұра алмайсың. Оның аржағында көлдей боп дөңгеленіп көңіл жатыр. Көңіл ынтықса еркек сорлы едірендеп кең жерге симай кетеді екен. Суы мөлдір сиқырлы көлге қалай малтығанын білмей де қалады екен. Сөйтіп жүргенде екі ара бір еркек сотталып кетті. 4 жыл тоқалдың асыраушысы да, бас жібін тартып ұстар ақылманы да кен пішілген күлпәш болды. Жас немені нәпсі қысып жүрме деп сырттай бақылап та қояды. Сауаты жоқ әйелдің құмары қансын деп жылына бір болатын свидание серуенге де өзі апарып, арызын жазып, түрменің сықсиған есігінен құрт майын арқалатып кіргізіп жібереді. 15 күн бойы қаладағы сіңілісінің үйінде күтіп жатып, қайтарда қол қойып алып келеді. Осыныңды ұмытсам, менің қай жерім еркек деп, соңғы кесе шәйін сарқып ішіп, алақанымен кесенің бетін басқанда, арқасына ілген шибарқыт сөмкесі иығын артқа тартып, 7 жасар бала кіріп келді де, өн жүзі өзінен аумай қалған өтен адамға сұқтана қарап, табалдырықта тұрып қалды. 3 жасында қасынан кеткен әкесі, ол да мұражайдағы бейнедей сілейіп қалды. Нағыз өзім, сотталсам сотталайын, өзімді өзім көріп тұрмын ғой. Орнынан ұшып тұрып, көтеріп алып маңдайынан иіскеді. Сол сәт иығы бүлк-бүлк етіп, күлпәш еңкілдеп қоя берді. Бәтес болса дір-дір етіп, саған не жоқ дегендей қабағына иір-шиыр сызық пайда болды. Осының бәрі мені марқам деп, тоқмейіл көңілдің түкпірінде бір ыза тепсініп қояды. Баланы тізесіне отырғызып, бәйбішесіне қарап, тағы бір кесе, деді. Бәтес бір кесе анау-мынауын орап, тор сеткіге салып, төреке, мен моншаға түсіп келейін деп, қиылып тұрып, күйеуінен рұқсат сұрады. Ымырт деген бір алағай да бұлағай шақ, күн кетіп түнге орын берер апақ-сапақта бәйбіше мен тоқал бірге түтін түтеткен шаңырақтың уығы сықырлап, бір сайтанның басы қылтияды. Бұлқан-талқан боп бастайтын да жас тоқал. Қою түнде торыбайда еркек қазымырлығына салып серттен таяды. Ұрғашының бойынан бір селкеулік іздеп тұрып алады. Ұры ұрлығына ымырт жабыла кіріскен тәнін құмарлық буған төмен етек бұландап жүріп, бұл шақта ынтызар көңілдің бір ұштығын әйтеуір көрсетіп қалады. Бәтес моншаға барып келгесін тоқалдығына сап, түркінектеп жүріп, үй шаруасының бәрін жапырып істеп тастады. Ымырт жабылысымен шашын тарап, қыстақтағы ең тәуір әтірді қолтығына сеуіп, төсек қамына әзірленгенмен 4 жылда әрең келген күйеуі мойын бұрмай бәйбішесінің қойнына жатты. Бұның ең жаманы бір үйде, қарама-қарсы есікте күбір-күбір сөйлесіп, ара гідік үнсіз қап, сосын әңгіме көрігінің қайта қызғаны. Бәйбішесі, күтіп жүр ғой, барсайшы деп еді. Ертең барам, 4 жыл күтсе бір күнді қосып алар, деді әйнектей шытынап. Тұрлыбекті қасына алып, кекілін тарақтап жатты. Есеп шығару маған оңай, қазақ тілінен қиналам деп еді, мырс ете қалды. Қанында бар ғой, қазақ тілі қайда қашады дейсің, өз есебіңді білсең болды, деп қараңғыда езу тартты. Бала ұйықтағасын еркектік мәнерге сап қопандай бастап еді. Төре,
әуре болма, менің арығым тартылған, күшіңді ертеңге сақта, деп бәйбішесінің қармақпен ілген баяу үнін естіді. 4 жыл бойы күш жинамай ерігіп жүрді дейсің бе? Еркек қараңғыда шырт ете қалды. Одан да тыныш жатып әңгімелесейік, деп бәйбішесі басу айтты. Осы 5 жылдықта кім күріштен қанша центнер өнім алды, артық өнімді кім ілігіп, кім ілікпей қалды, орден медальді кім тақты, мамандығы мұғалім, тек бір торбай деп үйде отырып қалған әйел бәрін бұра тартпай баян етті. 4 жылғы газет-журналды бір күнде оқығандай болған ері болса, өзі жұмыс істеп жүріп, істі боп кеткен райпотребсоюзға кім келіп, кім кеткенін тіс жарып сұрамады. Ат аунаған жерде түк қалады деп, өзі қызмет істеген жердегі жемқорлыққа, бұл заманда белең алған кеселге ешкімнің тыйым сала алмасын біледі. Өйткені бар пәле жоғарыдан. Жоғарыда отырып жеп қойғандардың басына күн туғанда құсығына төмендегілер былғанады. Өзімен бірге қалтасына 176 бапты тіккендердің көбісі осындайлар. Олар тамақты бөлек ішеді, 100 грамм тартып ап, қуырдақ иіскеп, тойға келгендей сыландап жүреді. Жоғары жуынбай, төменнен иіс кетпейді. Ол үшін қоғамға бір кір сабыны қалың тас монша керек, деп жатып, жұқа алақанын перзентінің маңдайынан алмай, жолсоққы боп келген кірпияз адамның көзі ілініп кетіпті. Мұндай рахат ұйқыны ешқашан көрмеген шығар. 4 жыл бойы арлы-берлі төңкерілген ыңыранып қоя берер темір кереуетті еске алмағанда, бала күнінде де, бозбала күнінде де мұндай тәтті ұйқыны басынан кешкен жоқ. Қойнында баласы, қасында әуезді дауыспен әңгіме айтып, көзі ілінгенде көрпесін жапқан, кен пішілген қосаға. Өмір деген осы, сотталып келіпті дегендер дей берсін. Тәубеге келу үшін түрмені де көру керек. Аузы қышығандар оттай берсін. Керек болса тағы барам. Кіреуке дүниеде рахаттанып жатқан торбайға ештеңенің керегі де жоқ. Бәріне қол қойды. Түрмеде күн бата день прошел деп, тұтқындар хорға қосылып, қалайы күрешкені даңғыр еткісе, қазір бір адам нанғысыз, құйрық жалы төгілген сәйгүліктің үстінен түсе алмай келе жатыр. Қараңғыда қарама қарсы бөлмеден шыққан қарандаған бір бейне салулы төсекте тағат тауып жата алмай есікке сықсыңдап қарап, ыза буып, ыңыранып жүр. Таңғы шайдан кейін бәтес күйеуінен тағы да сұранды. Базарға барып жас ет әкелейін, жас сорпа ішкеніміз жөн ғой. Мақұл деп бас иземестен ытқып сыртқа шықты. Дарбазаның ашық қалған есігінен оқтаудай тіп-тік әйелдің арқасы көрініп бара жатты. Қайтсын енді, деп оның қимыл қозғалысын бәйбішесі де құп алды. Ішегі майлансын дегені де, сендердің бәрің мен үшін жас сорпасыңдар. Мынау менің қоңыр қозым, деп саннан жаңылыспай қара әріптен аяғы тайғақтай берген 7 жасар баласына қарады. Бар, сабағыңа бар. Бала үйіне келген бөтен адам туған әкесіне бойы үйрене бастады. Көкем қайдан келді деп сұрады үлкен шешесімен оңаша қалғанда. Ол үндей қоймады. Кіші шешесінен сұрап еді, қайдан болушы еді? Түрмеден де, деді әй-шайға қарамай. Көңілінде кеше түннен сөнбей қалған шала бар. Сол шала түнде емес күндіз ері түгілі баласына қарай будақтап. Екеуің де бәкі көрген еркексіңдер ғой, деген ызамен бықсып жатыр. Бұл сөзді естіген бәйбіше жап аузыңды, ендігәрі естімейін деп намыстанып, өзіңді сағынып келгенсін деп тоқал бұртындап бұрылып кетті. Түсте Тұрлыбек 3 досын ертіп келіпті. Мені мәкем түрмеден келді деп мақтан тұтқан баланың соңынан ерген 7 жасарлардың көзінде түрмеден шыққан адам қандай болады деген үрей де бар. Бәтес бір қарап тыржын еткенмен дастарханы жайылмайтын күлпәш бауырсақ жегісіп
алдарына бидай талқан қойды. Балаң достарын ертіп келді, деді мәз боп қарап. Торыбай атып тұрып, ассалаумағалейкум деп бәрінің қолын алып шықты. Баламның достарын да көрдім деген бір суыл өн бойын шым еткізді. Ет ас, деді Күлпашқа. Етті кешке сақтап отырмыз ғой, деп Бәтес бұрқ ете қалғанда бетін қайтарып тастады. Кешкі етті сен емес мен асамын, деп бір қарағанда тарам-тарым қабырғаны қайнатуға кірісті. Менің достарым келсе мал соярсыңдар, деді айқайға бергісіз әуезбен. Солар келе қойса, деген суман ой кімнің кім екенін алыстан көріп отырар Күлпаш пен Торыбайдың көкірек тұсын қатар су еткізді. Ымырт жабылды. Ымырт пен қою түннің арасы бұл шаңырақ үшін өртенген өрттің орнындай шала бықсыған бір күйік дүние. Өртке сепкен суда зая өшпей қалған шаланың мүңкүйі мұрын жарып, қиғаштаған қызыл тіл құлақты сарсытады. Мұндайды еркектің таразы кіріне қарап жәутеңдеген тоқал Бәтесті көресің. Оның көкірегінде ызадан пайда болған бықсық ыс қалындай түспесе әсте жұқармайды. Торыбай түрмеден келгелі бір өртеніп, бір сөніп көңіл аптығын баса алмай жүрген тоқал жас ет пісіп дастархан жаярда. Төреке, қамырды турап жейсің бе, деді қиыла қарап. Қамырды қолмен жейді, деп иілуге қоймады. Шәй ішерде Күлпаш, ертең Тұранжанның сабағы жоқ, күн демалыс, нағашыларына апарып қайтайын деп киіндіре бастады. Сөйтіп қыстақтың шетіндегі інісінің үйіне жиналды. Менің келгенімді айтпай-ақ қой, деді Торыбай. Іштері сезеді ғой, деді Күлпаш бетінің қызылы көбейіп, бірақ сол маңғаз қалпын жоғалтпады. Бәтес екеуі емін еркін жатсыншы деп бәйбіше жан ұшырып жүр. Оның аржағында 40 жыл бірге жамылған көрпесін ашып тастап, ортақ өгізге оңаша бұзау боп, соның ақ жаны жай тапсыншы деген әйелдік лепестің иірімі жатыр еді. Бір қараса Күлпаш алда, Тұран артта, өгей шешенің соңынан иығы бүлк-бүлк етіп, серпендеп еріп бара жатыр. Осыны көрген Торыбай арттарынан тура қуғысы келді. Бірақ жүрек тұсына қолын қойып, еркек басын екіге бөлген Тәңіріне тәубе айтты. Тоқалы қойнына сөйлей кірді. Түнде күбір-күбірлерің көп болды. Жыбыр-жыбырларың ше, дей бергенде тыныш жат, жыбырламай, деп 4 жылдық еркектік сезімді едіреңдеп бастап малтыға аяқтады. Уақытында келдің ғой, деген ынтық дауысты естіп тұрып, жауапсыз қалдырды. Сөйтпесең әйел боласың ба, деп кешіре қараған мен тан бозында. Балдарға 2 күн демалыс, Тұранжандар бүгін де келмейтін шығар деп, нысапсыз көңіл нәпсі тілеп тұрды. Сенен сұрамаймын деп еркекше жауап берген мен, тілемсек ой жүрек тұсын тағы да бүлк еткізді. Тұран жалғыз болмаса екен, денесін кең тастап, көңілі құрғыр атойлап алға шапқанда, Алла серік берсе берер, бермесе жалғызға жар бола көр, деп қанағат білдірді. Терісі кен, бітімі сидан, басынан сөз асырмас қайсар адам бір күн өтпей жатып, бәйбішесі мен жалғызын сағына бастады. Көрпесін жамылмай жатқан тоқалдың тағы да тілегені болды. Еркек еркектігін істесе, әйел екеуін асықтырмай-ақ қояйық келеді ғой деп күбір етті. Тоқал таңертең шәй құйып отырып, түнде айтқан сөзіне жауап тілеп, кесені сұрау сала ұсынды. Бірақ еркектің түйілген қабағы ашылмады. Сескене қараған Бәтес кесесін төгіп алды. Бұл да жанарында тұрып қалған сұраудың кесірі. Ой, сорлай, әйтпесе әйел боласың ба, деп іштей кешіріммен қарады. 2 жыл өтер-өтпесте Торыбай тағы да істі болды. Сотталарын алдын ала білді. Үйірдің бет алысын аңдыған көкжал емес пе? Бәленің бәрі өзіне жабыла бастағаннан ақ, інім, бұрынғы статья ғой, деді тергеушіге күмәнданбай қарап. Солай болайын деп тұр аға, деді анау жаңа келгендігін көрсетіп.
бұрын сотталған адам кез келген заңгеріңді бабына келтіріп жібереді. Тергеуші оларды қылмыскер ғып алдап сулап қол қойдырта алмайды. Жеңілдік болады деп те қармағына түсіре алмайды. Торыбай ру 6 деген уран өндіретін алып мекемеге есепші боп орналасқан еді. Жылдық пайда дегенің 5 батпан, бірақ соның көбі сырттан келген орыс пен шүршітке кетіп жатыр. Сыйақы да солардың уысында. Бір күні мәселе қойды. Ей, бұларың зорлық қой. Өзіміздің ауылдың жігіттері шаштары түсіп таз боп, болмашы нәпақа үшін уланып жұмыс істеп жүр. Бұларға да 100% сыйақы төлейік, онсыз да жыл аяғында табыс жетіп артылады деп ашы айтып, қара есіктің жауырын сауысқан боп шұқыды. Сөйтіп, ауылдың жігіттерін 50%-ға болса да түші нәпақаға іліктірді. Ең ауыр жұмыстағылардың тариф бойынша айлығын көтерді. Соларға ерегескенде өзі де арам асқа шым-шымдап аузын былғады. Қағаздағы бір санды егіз қозыды екеу ғып жіберу әккі есепшіге түк емес. Мен кімнен кеммін, сендерде бар бала менде де бар, деп ат байларына арқа сүйеді. Сенде бар сайман менде де бар, деп еркектігін ілгері қойды. Сөйтіп жүргенде жыл аяғында облыстан ревизия кеп, аузын майлаған бірінші басшымен бірігіп, бар күнәнін бұған қарай ытқытып жіберді. Сотталып келді деген көз түрткісі тағы бар. Дереу заң жүзінде Күлпашпен ажырасып, үйді соның атын аударды. Мен темір шарбаққа кетсем, сендер ағаш шарбақта еркін сайысып отырыңдар, деді еркек көңілмен. Ештеңені түсіне алмай түртінектеп жүрген тоқалға аузыңды жауып жүр, деді де, соттың үкімі шыққан күні ішіңе ұрық түссе көтерерсің, көтермесең жалғыздың үнін шығармай алды артыңа қарап байқап бас, бәйбішеңнің алдын кесіп өтпе, ол кең пішілген сұлба, суы мөлдір құдығым, деп көзін шұқып айтты. Таң атқанша өзі ерден түспеді, тоқалын аямады, нәпсі тілегін екі көңіл бір насыбайды бөліп атты. Түнімен тәтті сөзін айтып ыңырсыған ұрғашы таң атқасын түлеп шыға келді. Сонда сіз тағы кетесіз бе, деп өкініп тұрған мен ар жағында бір өкпек желі бар секілді. Бір жылда бір барып тұрамын ғой, деп дәмесін де білдіріп қойды. Сот үкімін үкілеп 2 жыл берді. Баяғы қоғам мүлкіне қол салды деген бап қара жейденің қалтасына қайта тігілетін болды. Келем, 2 жыл деген кірпіктің 2 қаққанымен бірдей, деді қалаға алып кетерде Күлпашпен көрісіп тұрып. Тұранды ерте келіпті. Баласы айтқан бір сөз жанына түрпідей тиді. Әкең тағы да сотталды ма деп достары айтыпты. Бұны айтқан дос боп жүрген аудандық газет редакторының ұлы. Демек оның үйінде сөз болған. Баланың аузында қалған сол сөзін сарқындысы. Қалаға көшесіңдер, маған бір табан жақын жүресіңдер. Үйді сатпай кісі жіберіп қойыңдар. Өлсем өз үйімен шығам, деді секунд санап тұрып. Күлпаш бәріне көнді. Қалаға көшерде көрші қолан шығарып салама деп еді, біреу бой көрсетпеді. Ағайын болса бір емес 2 рет сотталған еркектің түтініне қақалып қалардай мұржасынан аулақ жүрді. Жүк артқан мәшине орнынан қозғалғанда көңілі жарым бәйбіше көз жасын сығып алды. Бәтес болса қаладағы әтір сататын дүкенге қалай орналасқанын кездескен жұртқа қызықтап айтып, қаран құранды аузына қаратты. Мәшине орнынан қозғалғанда шығарып салуға келген 3 досының бірі Тұрлыбекке «Сен енді городской болдың ғой», деді. Бұны айтқан да аудандық газет редакторының баласы еді. «Келіп тұрыңдар, пока», деп Тұрлыбек қол бұлғады. Бәтес такси жалдап барам деп томпақ мәшиненің кабинкесіне тығылыспай қалып қойды. Бұл жолы Торыбай қаладағы үйіне түн жамылып келді.
Бірінші сотталғанда шаңқай түсте бүкіл ар ұятын алға сап келіп еді. Бұл жолы күн баты бері есік қақпастан кіріп келгенде Күлпаш аңырайып тұрып қалды. Өзім де ойлап едім осылай боларын. Кеткенде өкінішсіз кетіп едің. Ойласаң келдік. Тұрлыбек сабақ оқып отыр екен. Көке деп тура ұмтылды. Осыдан артықтан маған керегі не? Бұл сөзді аузынан шығармады. Тұла бойын қуалап жүріп алды. Сабақ қалай? Бәрі 5. Арифметикадан алдамын, мазмұндамаладан онша емеспін. Қаныңда бар ғой, деп миыға тартты. Қазақ тілі мен әдебиеттен де шындасам ешкімнен қалыспаймын. Бірақ Шымкенттің тілі басқаша екен. Қазақша мен өзбекшені қосып сөйлейді. Орысша да араластырады. Ағылшыншасы тағы бар. Сен қазақша сөйлей бер. Қып-қызыл сексеуіл шоғын салған мұнтаздай ақ самаурын ысылдап үй ішін әп-сәтте жылытып жіберді. Шайды қимылы ауырлай бастаған Күлпаш құйды. Еркектің шай құятын кіші қатынды іздеп отырғаны қабағынан байқалып қалды. Оның үстіне ат айналып қазығын тауып тұр. Түркістанға әтір сатуға кетіп еді деді сыпайылап. Үсті-үстіне ішкен шайға құмары қанбады. Күлпаш тағы да сидам шімшеуірін ұшымен шымшып әкеп қып-қызыл шоқты самауырға салды. Баласы әкесінің тізесіне отырып ауыл мен қаланың жаңалықтарын айтып берді. Әкең тағы да сотталатын болды ма деп сұраған баланың редактор әкесі арақ ішіп ұсталып қалыпты. Енді ол да сотталады деді. О жаққа да адам керек деп баланың басынан сипады. Партиядан да шығарыпты деді. Бәйбішесінің даусын созып айтқан сөзіне Торбай таң қалмады. Оның қыз зорлап ұсталғанын зонада жүріп естіген. Тордағылар еркін өмірден 2 есе саққұлақ. Лениннің 120 жылдығына орай кешірімге іліктің ғой. Өзім де ойлап жүредім. Күлпаш бұл жолы да білімділігін танытты. Көсемдер біздің жағымызда ғой деп өмірі күлмейтін күйеуі селкілдей күлді. Түнде үшеуі қатар жатты. Әтірдің қызығына түскен бәтес күн қызарып батқанмен босағадан бас сұқпады. Бізді асыраймын деп жүр ғой, деді бәйбіше жуып шайып. Таң атар атпастан үшеуі такси ұстап ауылға тартты. Зәңкиген қара шаңыраққа жетер-жетпесте Торыбайдың жүрегі алқынып аузына тығылды. Осы Күлпаш бізге не жетпейді, бізде бәрі бар ғой, деді жеңіл көліктің алдында тік-тік отырып. Өмірі әйелге босамаған көңілі босап, сырын жайып салды. Тышқақ лайын шелектеп құйып, сабан лайын табанымен илеп, әр жегені аялап ұстап, шипырын да өзі қаққан қыстақтағы ең алғашқы зәулім шипыр тамның төбесі көрінді. Торыбай тағы келіпті дейтін болды ғой. Артына жартылай мойнын бұрып, күлімсірей тіл қатты. Қос ұртындағы әжіммен қос суыз әжуә жүгіріп өтті. Айтса айтсын, ауыз өздерінікі. Күлпаш та құлыпты ашқандай асығып, үйдің кілтін салбыратып ұстап алыпты. Сыртқа құйындап шықпаған мен іште бұғып жатқан сусамыр қиял бар. Бұны бәйбішесі біліп отыр. Әтір алыңдар деп темір жол бекетінде әркімнің аузына қараған әйелдің бейнесі көз алдынан қылан еткенде жүйкесі шұқара бастаған еркектің бір ұрты үркілдеп тұрып алды. Артта отырған 9-ға толған ұл әкесінің күйі кеткенін сезгендей әбіржей бастады. Бір нәрсе жетпей отыр көкеме. Сұрағысы кебақ келеді, бірақ әкесі ескерткіштей қақайып, мойнын бұрмай қойды. Пойыз жолдың алапес таяғы көтерілді. Жол ашық. Көше бойына ауданның атын шығарған соғыс және еңбек ардагерлерінің суреттері ілініпті. Әкесіне ұқсап тұрған үлкейтілген суреттің тұсынан өте бергенде Тұрлыбек айқайлап жіберді. Көке, анау сен бе? Мен. Сонда сіз соғысқа қатысқансыз ба? Қатыстым. Мен
қатыспаған шығар деп жүрсем, шып тұрып мойнынан құшақтай алды. Сен болсаң болды, маған басқаның керегі жоқ. Шешең әтірін сатып жүре берсін. Томпақ таксидің алдында отырған адамның жан дүниесінен бір самал есті. Осы қатына осыны өлтіретін шығар. Күлпаш үн-түнсіз отырып, күндесін сөккенмен еркектің жүні жығылмаса екен деп тағы да көнтерілігін көлденең тартты. Үйге келісімен сауда-саттық жасап жүргендерге Түркістанда бәтісті көрсеңдер ескі үйіне қайтсын деп сәлем айтып жіберді. Күн батпай келсе екен. Кең қолтық әйел ер азаматының қамын ойлап дызықтай бастады. Құрақ көрпеде шалқасынан түскен Торыбай кіршен терезе алдында тігінен тұрған шипірдің бөтелкесіне көзі шалып қалды. Сарқынды болса да бәйбішесі қоржынға сала шыққан еді. Әп-сәтте сүрлік сорғандай сидам денесі босап, ирелендеп созалаңдап терезе алдына келді. Қақпағын шалт бұрап, қоңқақ мұрнына апарып, құмары қанғанша иіскеді. Әтірдің аты әтір ғой. Табалдырықтан аттай берген Күлпаш еркектің қылығын көзі шалып қап кері бұрылды. Іле әйнектің арғы бетінен аударылып төңкерілген сақа әйелдің сұлбасы көрінді. Үй ішінен майда шүйдесімен айналысып жүр. Әтірді әрі итеріп қойды.